Бабаларымыз баланы жастан деп ұлдарды қатты еркелетпей, жауапты болуға, керек жерде сөзбен де, іспен де дұрыс шешім жасай білуге тәрбиеледі. Оны біз Абайдың 13 жасынан ел басқару ісіне араласуын, Қабанбайдың 16-сында, Райымбектің 15-інде батырлығымен ел аузына ілігуінен, Қазыбек би мен Абылай ханның 12-15 жасында даналығы жұртшылық арасында танылғанынан көреміз. Міне осындай ұлттық тәрбиенің арқасында қазақтың мұңын мұңдап, жоғын жоқтаған адал перзенттер ұлтымыздың ұлы тұлғаларына айналды. Ал бүгінгі ата-ана ерді ерше тәрбиелеуде нені ескеруі керек? Ай дейтін ажа, қой дейтін қожасы жоқ ел тез азат дейді. Сондықтан балаға кейде ер адамның қатты қолы, мұғалім ұрсыпты деп сыздатып дереу барып артынан қиылып тұратын ата-ана емес, талапты, тәртіпті талап ететін ата-ана керек. Міне сол 100% әйелдердің тәрбиесін алған бала әскерге барып қатал офицердің дауысын естігенде депрессия болып, суициді, уклонный дейді. Сондай болып шыға келеді 6 айда. Балаңыз сондай болып қалмас үшін ер адамның тәрбиесіне молырақ беріңіз. Талапты тренер, талапты жаттықтырушы, боксқа беріңіз, талапты күйші, соның қадағалауында болсын. Ер адамның қадір қасиетін, оның ішінде де сөзіне берік, иманды, адамгершілігі мен имангершілігі көрініп тұратын ер ұстаздарға баланы беріп үйретіңіз. Бүгінде тәуелсіздігімізді сақтап, ұлт мерейін ұлықтауда патриот ұрпақ тәрбиелеу тек ата-ананың ғана емес, қоғамның, мемлекеттің маңызды шаруасына айналып отыр. Ата-баба салтымен ер балаларға лайықты тәрбие берудің өзектілігі арта түсті. Ынжық, намыссыз ер балалар қоғамға қалқан бола алмайды. Сондықтан ұлдар, ертеңгі ер азаматтар елдің қорғаушы күш екенін ескерсек, ұрпақты жастайынан тәрбиелеуге уақыт бөлуіміз аса маңызды.